Ассаламуалейкум, құрметті көрермен. Бізде жаңа жоба. Мұғалім келгенде орнынан тұру керек. Мен өмір дейтін ұстаздың оқушысымын, бірақ сіздің әріптесіңізбін. Мен де сабақ берем, ағаймын. Білім күні құтты болсын. Өшіріп тастағанша. Армысыздар. Бізді жаңа жоба, жобаның аты автор. Қазір қазақ эстрадасында ән көп, әнші көп. Бірақ біз әннің сазына елітіп, сөзіне мән беріп жүрміз бе? Автор бағдарламасының мақсаты сахнамыздағы қатар естіліп жүрген есті әндер мен ессіз әндердің бір шамасын сіздердің алдарыңызда сөзінің қатесін жөндеп, елге мағыналы, мәйекті, мөп-мөлдір өлең ұсыну. Мөлдір өлең арнасының мөлдіреген көрермендері бір мөлдір бағдарлама болса деген ой бар. Біздің парақшаға тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Бағдарлама жүргізушілері айтыскер ақын, жазба ақын, жазушылар одағы мен айтыс ақындар одағының мүшесі Мөлдір Айтбай. Және менің әріптесім айтыскер ақын, журналист, асыл домбыра иегері, айтыскерлер одағының мүшесі менің серігім Айтбек Тұрсынбай. Алғашқы бағдарламамызда біздің назарымызға іліккен ән YouTube арнасында 30 миллионға жуық қаралым жинаған Садрадиннің «Такси» әні. Садрадиннің бұл өлеңінің мәтінін біз қазір алдымызға шығарып алып келдік. Біз өзімізше сараптайтын боламыз. Білім күнінде тек балаларды ғана сабаққа жібермей, елдің де не тыңдап жүргенін көзі қарақты көрерменге түсіндіру. Бақытты мекен, мүмкін айда мекен. Балалық шағым менің қайда екен. Мен мына жерде көрген бірінші қателік, қайда екен деген кезде ол қайда екен деп айтылады. Екі дауысты дыбыс қатарынан келген кезде біреу жауап кетеді. Қайда екен деп айту әннің ішінде меніңше әдемі көрінбейді. Жақсы, бұл қатты аса үлкен адам қорқарлық қате емес. Бірақ бақытты мекен, мүмкін айда мекен дегенге қалай ойлайсыз? Жер бетінде бақыт жоқ деген сөз ба? Жоқ, бұл балалық шағым менің қайда екен дегенге ұйқас үшін айда мекен деп ешқандай логикасыз жазылған өлең. Жақсы, логиканың жоқтығынан басқа аса бір қате көріп тұрған жоқпыз. Келе ары қарай кете берейік. Сол кезге оралайын, алыс-алыс жолдарды аралай. Мен алыс-алыс жолдарды аралайын. Мен таңдамас күйде ары қарай қайырма болып кетеді. Сол кезге оралайын. Енді бұны әнде сол кезге оралайын деп айтады. Анау аралай мен оралайды ұйқастырады да, ол жерде жеп қояды. Айтқан кезінде адам бақытты мекеніне, балалық шағына орала ала ма? Бақытты шағын айдан іздеп жүрген адам қайдан оралады? Мен де солай ойлаймын. Тағы да сол фантазиясы жоқ, логикаға сыймайтын сөздер. Ұйқастар тізбегі жалпы. Қайырмаға кетеміз. Мен таңда мас күйде міндім таксиге. Мені үйде анам күтеді ас үйде. Бірінші мәселе. Сен таңда мас күйде таксиге мініп, анаң бар үйге баратын қандай дух егерісің деген келеді. Жоқ, жас қой, жастықта енді мен бұл нәрсені негізі құптамаймын, бірақ жастық кезде бұндай оқиғалар болып тұрғанның өзінде анасының үйіне емес, бір досының үйіне, бір бауырының үйіне барса болады. Ол өзі мас күйде болса, өзі сондай бақытты балалық шағын айдан іздеп жүрген адам болса, оны таңға дейін анасы ас үйде отырып уайымдайтын болса, ода қайдағы бақыт, қайдағы балалық? Иә, мен де осы жерге келіп тұрмын, күтеді ас үйде. Таң деген қазір нешеде кіреді? Таң деген 3:30-4-тің уақытында таксимен келе жатқан баласын бұл ана неге кухняда күтіп отыр? Неге ол кісі спальныйда ұйықтап жатқан жоқ? Демек, баласы уайымдатып қойған анасын. Негізі әннің басы бір ой саларлықтай басталады. Балалық шағын аңсаған бір ақылды баланың образында. Бірақ мас күйде деген кезде өзгересің, ал одан кейін анасын уайымдатып отқан бала. Ары қарай. Жақсы. Брат, жайыра қайда, жеткіз мені айға дейді. Ол брат машинаны жайыра қайдайтын болса, ол никак айға жеткізе алмайды, Садыр сені. Енді бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, айға ешкім таксимен бармайды ғой. Айға ракетамен барады. Тағы да
Енді мынандай нәрсе. Бұл жерде айға барғаны, қайда барғаны да шаруамыз жоқ. Жарайды, кешірдік, көз жұма қарадық дегенде. Құрметті әнге сөз жазатын авторлар, тайға таңба басқандай, соқырға таяқ ұстатқандай тағы да бір ескерту. Брат, родной, братан деген сияқты бір болмайтын қоқыс сөздерді осындай әндердің мәтініне қоспаңыздар. Ән өте жүрек тербейтін ән. Анау Ирина Қайратовнаның келесі шығарымдарда оларды да сынға ала жатармыз. Солардың өлеңдеріне қарағанда енді бұл ән кейбір әндер болады, бүйтіп качать етіп тұрады дейді ғой. Не қалай айтады оны қазақша? Адамды тебірентіп тұрады. Тебірентпейді. Елтіп тұрады. Елтіп тұрады. Елтіп тұрады. Сен өзіңмен өзің қалай билеп отқаныңды, қалай бір андай бір қимыл қозғалыстар жасап отқаныңды білмейтін әндер болады. Ал мынау өлең мен таңдамас кейде бір әдемі бір керемет ырғақ береді. Ән өте тамаша. Бірақ осы өлеңнің ішіндегі мына сөзді мен шынымен де қабылдай алмай тұрмын. Жақсы, екінші куплетке көшейік. Міндім таксиге, мен үйде, анам күтеді, ары қарай жалғасады. Қайырма қайталанады екен. Жеткіз мені айға, сол бір мекен жайға. Айдағы мекен жайға. Жеткіз мені айға, сол бір мекен жайға. Енді ол мекен жай қайда? Ол мекен жай қайда екен? Айда деп жаңып башқасы. Ол қай мекен жайға барса да, мас адамды алып бару таксистке пайда. Сен соны ойла. Сондықтан да келесі деді. Сол бір мекен жайға. Жақсы, бұл да түсініксіз. Тұман арасында бірде көлік, бірде жаяу. Күмән араласып, таңға таман тағы ояу дейді. Болды. Бұл адам сау адам емес. Өйткені ол таксиде келе жатыр, тұманның арасында бірде көлікпен, бірде жаяу келе жатыр, ол ойша. Енді бұны былай алуға да болады. Тұман арасында бірде көлік, бірде жаяу деген нәрсені бұл қазіргі күнін ғана айтып тұрған жоқ, әрбір күні. Енді жалпы өнер адамдары түсінеді, біздің студияда болсын, шабытымыз болсын, түнде келеді, біз көбінесе түнде таңға таяу үйге қайтып келе жататын кездеріміз бар. Сосын мынау мен таңда мас күйде деген нәрсені де бір көңілінің мастығы шығар. Махаббатқа мас күйде, сезімге де өзгертуге болады. Шабытқа мас күйде шығар. Енді біз бұны түсінбедік, негізі мас күйде деген кезде адам басына келетін алғашқы мастық ол белгілі мастық қой. Жақсы, тұман арасында бірде көлік, бірде жаяу дегенде мен осыны ойлап тұрмын. Күн сайынғы бір әртүрлі состояниелердегі, ой үстіндегі, әртүрлі көңіл күйдегі нәрселерді айтып, бұл дәл қазіргі таксидің ішінде келе жатып айтқанымен, кеше де таксимен келген, алдың күні де, ертең де, бір айдан кейін де ол таксимен келуі мүмкін ғой, енді әртүрлі адамдар бар ғой. Солай деп мен бұны ақтап алғым кеп, мен ақтағым кеп жатыр, мен бұл өлеңді жақсы көремін. Енді күмән араласып, таңға таман тағы ояу дейді. Енді күмән араласатын да жерлері бар адамға. Таңға таман тағы ояу. Кейде тіпті таксиге мінбей ақ үйде жатып та ұйықтай алмайтын кездеріміз болады. Таңға дейін мойындау керек. Әртүрлі нәрсені ойлаймыз. Бір өзіміздің шешілмей жатқан түйінді мәселелеріміз, бір өзіміздің бір қуанышты жағдайларымыз, мұңды жағдайларымыз, өткен шағымыз, жаңа балалығымыз сағынып кететін кездер болады енді. Білмеймін, бұл нәрсені мен сәл-пәл ақтағым келіп тұр, бірақ мынау арасында мен араласып деген кезде бастапқы екі буын ұйқасқанына ырза болған сияқты, енді ары қарай тәуекел деген сияқты. Жарайды, оған да тәуекел, көз жұмдық. Кеттік. Ары қарай, көз қарасыңа, ғашықпын көз қарасыңа. Көз қарасыңның ағы менен қарасына дейді. Таксист па бұл? Жоқ, қызға ғашық бұл жерде. Қай қызға? Өзінің ғашығына ғашық. Бірақ таксиде келе жатып, өмір жайлы ойланып, күмәнді, тұманды, үміт, күдік барлығын ойнап келді да, ғашық есіне түсіп кетті. Сөйтіп, оның көз қарасына ғашық деген жермен негіз барлығы түсініктеді, бірақ оның көзінің ағы мен қарасына ғашық екен. Көз қарасының ішінде ағы дұрыс көз қарас, бұрыс көз қарас болады, соған ғашық шығар деген. Сіз енді барынша ақтап жатсыз, Айтбек. Менің ойымша мынау негізі көз қарасының ағы менен қарасына, өз көздің ақ пен қарасы болады ғой. Кейде қарашығына ғашық, кейде ішінде қарашықтың айналасында аққа ғашық шығар. Жақсы, кеттік ағы менен қарасына. Біз екеуміз жолда, қалағаның сонда, оң ба, әлде сол ма? Кетсең егер солға, жолдан адастың, сен жолдан адастың дейді. Бұл таксистке айтып тұрған жоқ шығар.
бұл таксистке айтып тұрған жоқ, бұл тыңдарманға айтып тұрған сияқты. Иә, біз екеуміз жолда ол ғашығын айтып тұрған шығар. Бірақ ол таксиге жалғыз өзі мас күйде отырды, кетіп бара жатты, балалық шағын аңсады, тұманды, күмәнді ойларды ойлады. Ғашығына махаббат оянып кетті, сағыныш артты. Сосын ескерту жасады. Оңға солға қалай жүресің? Егер кетсең, егер солға, жолдан адастың, сен жолдан адастың. Бұл түсінбегенім лирикалық әмбе жоқ. Мотивациялық әмбе, әлде әмбе деген. жоқ, бұл ән, бұл сөз емес. Жолдан адастың, сен жолдан адастың. Біз екеуміз жолда дейді. Бұның қасында бұл бағана бір өзі келе жатқан тұғын. Бұл бағана бір өзі келе жатты. Енді екеуміз жолда. Кейде бір адам болады ғой, анау жиренше шешен бір әйелмен үйленеді да, өзінің әйелі қайтыс болғаннан кейін сосын айтады ғой, күндіз екеуміз, түнде төртеуміз деп. Түнде ана кісі өзінің қайтыс болған күйеуін ойлайды, ана кісі өзінің қайтыс болған әйелін ойлайды, сол сияқты. Түнде төртеуміз демекші, біз екеуміз жолда деп ана қызды бұл өзі қиялмен жанына отырғызып алған болсашы деп түсінейік. Енді білмеймін, барынша тырысып жатырмын мынандай фантазияларға. Маған ауыр енді. Біз екеуміз жолда, қалағаның сонда, оң ба әлде сол ма? Мына жер сұрақ. Қалағаның сонда не сенің? Оң ба әлде сол ма? Может, ана қыз басқа жаққа барайық деп жатқан шығар. Ал бұл жоқ, бұл басқа жаққа барамыз деп жатқан шығар. Енді ол ішкі арба. Сіздер қалай түсініп тыңдап жүрсіздер? 30 миллион ағайын ютубты көріп жатқан мен сіздерге тікелей қарайыншы, сіздер не түсіндіңіздер мына өлеңнен? Әлде таңда мас күйде таксиге мінгеніне риза болдыңыздар ма? Білмеймін. Мен әнді ғана сонда көп көрермен тек әнді тыңдаймыз. Ән жақсы, басымызды изеп тыңдай береміз, қайталап тыңдаймыз. Бірақ сөзінде не айтқысы келгенін, нені насихаттап жатқанына мән бермейміз. Бұдан кейін ойланып жүрейік. Кетсең егер солға, жолдан адастың, сен жолдан адастың. Бұның сөзін жазған Садрадиннің өзі, қателеспесем. Иә. Әркім өз ісімен айналысқаны дұрыс, жігіттер. Сазгер сазын шығарсын, әуенін шығарсын, ақындар сөзін жазсын. Жолдан адастың. Иә, мен де осындай пікірдемін. Мына жерде кішкене алғашқы тұрған бұл өлеңге жаңағы 30 миллион қаралымнан бөлек 8291 пікір жазылған екен. Соның басында тұрған соңында жасырған армандарымыз орындалса екен дейді. Соңындағы жасырған армандарымыз орындалса екен. Бұл қандай арман? Мен осы халықтың түсінігіне қатты риза боламын бар ғой. Бұл бейнебаянға қатысты шығар. Мүмкін, иә. Түнде көлікпен тыңдайтын ән екен дейді. Қашан қазақтан осындай атақты адамдар шыққанына қатты қуаныштымын дейді. Өркенің өсін деген сияқты. Вроде бы клип, но ощущение будто целый фильм дегенде неле бар екен. Біз енді қазір бейнебаянға, әнге, жалпы Садрадиннің өзінің шығармашылығына біздің ешқандай теріс көзқарасымыз жоқ. Садрадин, сені жақсы көреміз, сенің әндеріңді сүйіп тыңдаймыз. Менің қызым бар ғой, мені ана деген ғана деген ағамен таныстыршы дейді ғой. Сосын әзірге таныстыра алмай жатырмын енді. Міне деңгей дейді. Осындай сияқты түрлі пікірлер жазылған. Бірақ сөзге қатысты бір пікір жоқ. Иә, сөзге қатысты бір пікір жоқ. Енді осы пікірді біз айтпағанда басқа кім айтады деп ойлап отырмыз. Сондықтан дұрыс көзқараспен қараңыздар, дұрыс түсініңіздер дегіміз келеді. Әр қазақ сөз сақшысы болайық. Тауық сойса да, шымшық сойса да, қасапшы сойсын деген қазақта мақал бар. Сол секілді Садрадин, сенің басқа да өлеңдеріңнің сөздерін білеміз. Рамазан Амантай жазған, тағы да басқа ақындар жазған өлеңдеріңді мен өзім тыңдап тұрамын. Өте керемет. Сол секілді жақсы бір сөздермен айтатын болсаң, сенің үнің қазақ халқының жүрегін одан да бетер тербереді. Енді құрметті ағайындар, Айтбек пен Мөлдір отырып алып, не әңгіме айтып отыр, болған іске сыншы көп деп сөге жамандамаңыздар. Біз осы мәтінді, осы әннің сөзін өз нұсқамызда өзгертіп көрдік. Ақыл айта бермей, іске көшейік деп көрдік. Ал ендеше мен микрофонға барып, осы әнді сіздерге орындап берейін. Мөлдір, әркім өз ісімен айналыссын. Садрадин де сөз жазды, мен де ән айтам. Жолың болсын. Әуені әдемі, сазына әңгімеміз жоқ, бейнебаян таңғаларлық, бірақ сөзі әттең ай. Бақытты мекен жаздай жайдар
мен алдан, көңілімде жас бейне, бірақ ол шақтар қайда? Қалды ма тек ойда? Жүрегім жас кейде, міндім таксиге, мен үйде анам күтеді, бармаймын басқа үйге, жеткіз үйдегі жанға. Бақыт деген сонда сол бір мекен жайға, күнде ораламын, бірақ басқа кетем қайда? Әлем араладым, бәрі үйге апармай ма? Сол үйде ғана түсемін мен күйге дара, ең жанашырым үйдегі сол бейне ғана. Біз әр күні жолда шүкір етсек барға, жайлы болар жанға, күтсе үйде анаң ең сұлу адам. Бақыт сол ғой маған, көңілім мас күйде, міндім таксиге, күтеді мен алдан, көңілімде жас бейне, бірақ ол шақтар қайда? Қалды ма тек ойда? Жүрегім жас күйде, міндім таксиге, мен үйде анам күтеді, бармаймын басқа үйге, жеткіз үйдегі жанға. Бақыт деген сонда, бақыт деген сонда. Вау! Не деген анализ түспей жатқан. Ағайын, қатесін кешіріңдер. Мен әнші емеспін, ән айтпадым. Сөзді талқыладым. Жақсы. Бірақ біздің жамандықты көрген көзіміз жақсылықты да көре біледі. Яғни біз әттең ай деп бір әннің сөзін айтсақ, енді шіркін ай дейтін, қандай ақын жазды дейтінде әндер бар. Менің назарыма іліккен ең алғашқы, менің өзім сүйіп тыңдайтын, жан тебірентерлік, қаншама адамның махаббатына бөленген ән, ол Үреген сенің жанарың, түнгі сен қаланың жанып тұрған шамдарындай. Қуандық Рахым, әппағым. Сөзін жазған Шойбеков Атабек, әні Сүндет Мүслім. Біздің Шойбеков Атабекке айтатын алғысымыз зор. Мәтінді оқып берейін. Жүрегіммен жүрегіңді көздегем. Сапар алдым ең бақытты кезгенмен. Үміт үздім сені көріп, өзгелерден. Өзгермеймін, бұл қалпымнан сөз берем. Күйде кештім еш қашанда кешпеген. Бұл сезімдей ешбір сезім сезбеген мен. Мөлдіреген сенің жанарың, түнгі әсем қаланың жанып тұрған шамдарындай. Сені алғаш көрген кезімде қайран болып қалғаным-ай. Мың қараның ішінен таңдап алған әппағым. Дәл қазіргі сәттерім ең бақытты шақтарым. Сені көріп әппағым, іздеп жүріп тапқаным-ай. Бақытты сәт сені менен басталған. Күнім өзің жарық шашқан аспаннан. Сезіміңе қатты мас болған мен. Міне, осы жерде сезімнің мастығы, махаббаттың мастығы, көңілдің мастығы. Бақытты сәт өзің менен басталған, күнім өзің жарық шашқан аспаннан. Қарашы, ұйқаста таптастай. Сезіміңе қатты мас болған мен. Бұл жүрегім мәңгі сенің тұрағың, күлгеніңді жұлдыздардан құрадым, сендей жанды қолды жайып сұрадым мен. Қолды жайып Алладан сұрағаннан кейін, оның дұғасы қабыл болып, Алла оған сол әппағын бергеннен кейін, оның қалай сезіміне мас болмайды адам. Шүкір етіп, бақытты болып, қалай мынандай өлең жазбайды. Шіркін-ай. Тамаша, бұл өлеңді қандай махаббатпен кімге ғашық болып жазғаны Шойбеков Атабектің бізге беймәлім, бірақ алдағы қорытынды кештерімізде бұйыртса осы авторды өзін шақырып, авторымызды, алғысымызды айтамыз деген ниет бар, я, Айтбек? Мың қараның ішінен таңдап алған әппағым деген сөз өзі әлеуметтік желде есті. Өте жақсы сөз. Қателеспесем, бір актердің берген сұхбатындағы сөз бұл.
Иә, есеппен емес, ессіз сүйіп мың қараның ішінен таңдап алған деп айтқан. Иә, кім ғой? Еркебұлан Дайыровтың айтқан. Иә. Әдемі автор тиімді қолданған, қазір елдің аузында жүрген, елдің құлағында жүрген сөзді әнге дәл қазіргі сәттерім ең бақытты шақтарым. Я ғашық болған сәтінде адамның көңіл күйін, сезімін барлығын жеткізіп тұр. Сені көріп әппағым, іздеп жүріп тапқаным ай. Еркелетіп тұр. Тамаша. Бұл жердегі міне күнім өзің жарық шашқан аспаннан деген сөздегі, күлгеніңді жұлдыздардан құрадым деген сөздердегі күн, аспан, жұлдыз секілді бізге беймәлім аспан әлемдерінің өзі бізге өте түсінікті форматта жеткен. Жаңағы Садрадиннің айына қарағанда Атабектің жұлдыздары бізге әлде қайта жақын болып көрініп тұр ағайын. Сондықтан реті келсе әншілер әнге сөз жаздырған кезде ақындарға жүгінгендеріңіз дұрыс болады. Бұл YouTube желісінде Аппағым өлеңі Қуандық Рахымның орындауында 25 миллион қаралым жинаған. Комментарий, ең бірінші бізге көрінген комментарий 2250-ден астам комментарий бар, пікірлер бар. Мына әннің сөзін жазған адамға мың алғыс. Мені әбден жылатты. Аллам мені осылай жақсы көретін жанды жолықтыршы дейді. Бір жылап алдым, керемет ән дейді. Кішкентай бөпем осы әнмен ұйықтайды дейді. Күшті, жақсы ән екен дейді. Мың қараның ішінен менің таңдап алған әптағым деп жүрек қойып қойған екен. Осындай сияқты керемет сөздер бар. Жақсының жақсылығын айт, нұр тасысын дейді. Біздің қазақ эстрадасына сөз жазып жүрген белгілі қаншама ақындар бар. Оларды алдағы бағдарламаларда сіздерге таныстыратын боламыз. Бірақ біз осы әннен бастаған сәтте бізге беймәлім бір ақын алдымыздан жарқ ете шықты. Атабек, қаламың мұқалмасын. Иә, біз болашақта Атабекті әуенін жазған сазгерді әнді орындаушы әншімен бірге бас қосып сұхбатталып қалуымыз мүмкін. Енді, құрметті достар, біздің бағдарламаның мақсаты сөзге мән берейік. Сөз түзелді, тыңдаушым сенде түзел дейтін күнге қашан жетеміз. Сосын заң шығарғыш көкелер, ағалар. Осындай бейәдеп сөздері бар, орысша сөздер қосқан, жастарға жаман дүние насихаттайтын сөз жазған авторларға да айыппұл салайық, ақыры салынып жатыр ғой. Иә, кейбір әндердің ішінде тіпті боқтық сөздер бар. Басталып кеткен кезде өшіріп үлгермей қалып қиналатын уақыттарымыз бар. Мысалға, мен үнемі қызыммен жүрем. Сондай кісілерге неге бізде көшеде боқтаған адамға айыппұл салынады, сахнада боқтаған адамға айыппұл салынбайды? Құрметті көрермен, келесі шығарылымда біз қай әншінің, қай әнін, қай мәтінін талқылайық. Төменге пікірге жазып кетіңіздер. Автор бағдарламасын тұрақты апта сайын көріңіздер және Мөлдір өлең арнасына, парақшасына тіркелуді ұмытпаңыздар. Мөлдіреген әлемде мөлдіреген өлеңдер тыңдап жүрек ағайын. Әттең ай дейтін күндерімізден шіркін ай дейтін күндеріміз көп болсын. 18 мың қаламның авторы баршамызға жаратушы жар болсын. Сау болыңыздар.